Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге дикцияға арналған ең оңай жаттығу түрімен бөлісетін боламын. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Дикцияда жалпы адамның жалпы мәдениеті көрінеді, өйткені сіздер оның сөйлеу, кез келген адамның сөйлеу мәнеріне қарай оның қандай мәдениетті екендігін, оқыған, білімді азамат екендігін көре аласыздар. Мысалыға, біздер егерде дауысы әдемі емес, дикциясы өте нашар адамды көрсек, бірақ білімі бар адам болса да, біз оны тыңдағымыз келмейді. Өйткені оның дауысы бізге жағымсыз болғандықтан біз оны тыңдағымыз келмей кетеді. Ал егерде дауысы өте жағымды, шынайы және дикциясы жақсы кісі болса, біз оны қайта-қайта тыңдағымыз келіп тұрады. Сол үшін де достар, егерде сіздер өздеріңіздің білімділіктеріңізді көрсетемін десеңіздер де, ең алдымен өздеріңіздің дикцияларыңызды жақсартуларыңыз керек. Көп созбай достар, онда дикцияға арналған жаттығу түріне көшсек, ең алдымен достар, біздер бұл жаттығуды жасамас бұрын терең дем алып аласыздар да, одан кейін менімен бірге қайталайсыздар. Терең дем аламыз бірінші кезекте, одан кейін би, бе, ба, бо, бу, б. Бұл ретте достар, бізде артикуляциялық жаттығуларды біз қосатын боламыз, өйткені негізі сөйлеген кезде біздің барлық сөйлеу аппараттарымыз, әсіресе ерніміз біздің қызмет атқару керек. Мысалы, жаңа айтып жатқан кезде би, бе, ба, бо, бу, б. Бұл кезде ернімізді де сәйкесінше жіңішке әріп кезінде жіңішке етіп, ал жуан әріптерге келген кезде өзіміздің ернімізді де қолдануымыз қажет болады. Би, бе, ба, бо, бу, б. Келесі бізде пи, пе, па, по, пу, п. Достар, мен бұл кесте деп айтсақ болады. Негізінен бұл әріптердің кестесін мен описанияға қалдырып кетемін. Сол жерде сіздер скриншот жасау арқылы немесе егерде копировать етілетін болса, сондай көшіру арқылы өздеріңіз көшіріп алып жазсаңыздар болады. Келесі кезекте бізде и, ге, га, го, гу, г. Ги, ге, га, го, гу, г. Өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Тек қана мен айтылған ретпен қайталап шықсаңыздар болды. Келесі әріп бізде к әрпі. Ки, ке, ка, ко, ку, к. Ки, ке, ка, ко, ку, к. Ди, де, да, до, ду, д. Ти, те, та, то, ту, т. Ви, ве, ва, во, ву, в. Ви, ве, ва, во, ву, в. И, фе, фа, фо, фу. Ли, ле, ла, ло, лу, ла. Ли, ле, ла, ло, лу, ла. И, ме, ма, мо, му, м. Ми, ме, ма, мо, му, м. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жаттығу өте оңай. Жай ғана әріптердің кестесі, бірақ осы кестені сіздер күнделікті айтудың арқасында өзіңіздің дикцияңызды өте жақсы деңгейге жеткізе аласыз. Олай болса, біз жаттығуымызды жалғастырайық. Ни, не, на, но, ну, на. Ни, не, на, но, ну, на. Ри, ре, ра, ро, ру, ра. Ри, ре, ра, ро, ру. Зи, зе, за, зо, зу, з.
зи, зе, за, зо, зу, з, си, се, са, со, су, с. Си, се, са, со, су, с. Жи, же, жа, жо, жу, ж. Жи, же, жа, жо, жу, ж. Чи, че, ча, чо, чу, ч. Чи, че, ча, чо, чу, ч. Ши, ше, ша, шо, шу, ш. Ци, це, ца, цо, цу, ц. Це, ци, це, ца, цо, цу, ц. Мінекей достар, біздің жаттығулар кестеміз аяқталды. Егер де осы жаттығу сіздерге ұнаса, менің каналыма тіркеліп, міндетті түрде лайк басыңыздар. Алдағы уақытта бұдан да қызықты жаттығуларды мен YouTube каналға жүктейтін боламын, достар. Әрине ол үшін маған сіздердің қолдауларыңыз қажет болады. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.